Сәлем достар, ылғалды өте дәмді печеньелер дайындайтын боламыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Мен бір жасағаннан өте дәмді шықты. Жасап көріңіздер. Достар, бізге 80 грамм сары май, 1 стакан сұйық май, 1 стакан сахарный пудра және де 3-4 қасық какао қопсытқыш қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Миксермен араластырсаңыздар да болады, қолмен араластырсаңыздар да болады. Жақсылап араластырып, оның үстінен ұнымызды қосып, қамыр дайындайтын боламыз. Және де достар, бір жұмыртқаны қосып жіберетін боламыз. И ұнды аз-аздан қоса отыра араластырасыздар. Достар, міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді оны алып, дөңгелек пішінде дайындап аламыз барлығын. Міне достар, барлығын істеп қойдым. Енді духовкаға жіберетін боламыз. Духовкада 180 градуста 10-15 минутта пісіп дайын болады. Сосын барлығын алып сиропқа батыратын боламыз. Сиропқа салу міндетті. Сиропқа салсаңыздар, олар бір-біріне сіңіп, өте жұмсақ болып, әрі тәтті, дәмді болып шығады. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, міне өте дәмді шықты. Ас болсын. Сіздер де жасап көріңіздер.